Қазіргі жаһандану уақытында ағылшын тілі өте маңызды. Бұл тіл көп салаларда көмегі тиеді. Мысалы, оқуға түсу, жұмыс табу немесе саяхаттау. Ағылшын тілі ең көп таралған тілдердің бірі болған соң, оны меңгеріп, сүйікті фильмдер мен кітаптардың түп нұсқасын да көріп оқи аласыңдар. Қысқаша айтқанда, бұл тілді үйреніп, көптеген бағыттарда өзіңе жол ашасың. Тілді курстарға бармай-ақ үйде интернетте үйренуге де болады. Бұл видеода айтылатын кеңестер өз бетімен тіл меңгеретіндерге арналады. Тілді күнде үйренген өте маңызды, бірақ қатты қиналып қалмау керек. Әр күн сайын 20-30 минут дайындалу аптасына 2 сағаттан 2 рет дайындалғаннан пайдалырақ. Жақсы компаниямен бірге үйренген де дұрыс. Тапсырмаларды бірге орындап, бір-бірлеріне білмегенін айтып, ағылшынша сөйлесуге және қызық уақыт өткізуге мүмкіндік береді. Осы видеоны достарыңа жібер, мүмкін олардың ағылшын меңгеруге ынтасы ашылып қалар. Ал саған қасыңа бірге үйренетін адам табылады. Ағылшын тіліндегі өзіңе қызықты мақалалар мен әңгімелерді оқып, жаңа сөздерді сөздіктен қарап отыр. Қысқа текстерді оңай түсінетін дәрежеге жеткенде кітаптарды оқи бастасам болады. YouTube'да ағылшын тілінде көптеген видеошоулар бар. Солардың ішінен өзіңе қызық та күлкілісін тауып алсаң болады. Егер енді үйреніп жүрген болсаң, қысқа видеоларды тауып субтитрмен көр. Олай ағылшынша есту қабілетін ғана дамытып қоймай, жаңа сөздерді үйрене аласың. Одан бөлек қызықты фильмдер мен сериалдарды да түп нұсқасында субтитрмен қарап көр. Бұл іске жаңа дәптер арнап күн ішіне ағылшынша жазып тұр. Кез келген нәрсе жазуға болады. Жаңа сөздер мен үйренген заттар немесе күнделік сияқты қолдану. Бастысы ағылшынша жазу керек. ВКонтакте, Facebook немесе Telegram желілерінде отырсаң, ағылшынша группалар мен каналдарға тіркеліп қой. Күлкілі картиналар, қызық видеолар мен жаңалықтар үйренуге жақсы көмектеседі. Бастысы бұл әдіс көп уақыт алмайды. Бұл кеңестер саған көмектессе, видеоға лайк басып, каналға тіркел. Ал өзің қандай әдістерді қолданасың, комментке жазып кет.